Авторы Қарлығаш Сүлеймен қызы, қадыры кеткен қарт ана. Міне сол кезден бері 20 жыл өте шықты. 20 жыл ішінде менің жұмыста мәртебем көтерілді. Қазір жағдайым да жақсарды. Аллаға шүкір етемін. Енді менің алға қойған бір мақсатым бар. Ол қарттар үйін ашу болатын. Жұбайым мен балаларым да мені қолдап, рухани күш беріп келеді. Ұлым болса өсіп қалған, маған көмектесіп жүр. Үлкен ұлым екеуміздің түпкі мақсатымыз бір. Ұлым да ақжаулықты аналарымыз бен ақсақалды аталарымызға көмектескісі келеді. Екеулеп жүріп қарттар үйінің іргетасын да көтерткізіп, көп ұзамай аңсаған арманымызға да жеттік. Алғашқыда бұл жерде ешкім ата-анасын тастап кетпес деп ойласам, қателесіппін. Не бір жас білнектері қарулы ер азаматтарымыз да қарттар үйіне өз ата-анасын тапсырып кетеді. Мұны көріп, қалайша жүрегін ауырмайды. Ауқатты ер азаматтар да әкеліп жатыр. Заман не болып барады? Әр демалыс сайын қарттар үйіне барып, қарияларымыздың әл қуатын сұрап тұрамын. Олардың барлық жағдайының жасалғанын өз көзімен көріп кетемін. Бүгін де демалыс күні еді. Жұбайымыз екеуміз әдеттегідей қарттар үйіне барып, жағдайларын сұрап қайтпақшы болдық. Қарияларымыз да мені күтіп отыр екен. Бара сала жұбайым екеумізге алғыстарын айтып, ақ батасын беруде. Жұбайым ақ жаулықты аналарымызға барып жағдайларын сұрауға кетті. Ал мен қариялардың қасында отырмын. Маған қоңырау шалып, жұмыста келеңсіздік орын алды деген соң, демалыс болғанына қарамай сол жаққа асықтым. Көлігіме отырып алып, жолда жұбайыма жұмысқа кетіп қалғанымды айтып қойдым. Жұмысқа бардым, барлық келеңсіздіктерді қалпына келтіремін дегенше кеште болып кетіпті. Үйге қайтқалы тұрғанда Серік қоңырау шалып, ауруханаға әйелін жатқызып қойғанын айтты. Мен ойланбастан Серікке ауруханаға кіріп шықтым. Әйелі сырқаттанып қалған екен. Оның жағдайын көріп, Серікке аз болса да ақша тастап үйге қайттым. Үйдегілер тамақтанбай мені күтіп отыр екен. Жуынып дастарханға отыра кеттім. Бәріміз де өз жаңалығымызбен бөлістік. Алайда жұбайым айтқан жаңалықтан кейін мен байыз таппадым. Қарттар үйіне жаңадан келген бір апамыздың жағдайы қиын екен. Ол ауырып, тамақ та ішпей, адамдарға да сөйлеспей, теріс қараған күйі отырып алады. Жұбайым онымен тіл табысып көргісі келген. Алайда ол кісі жақ ашпапты. Мен түнімен дөңбекшіп әлгі кісіні ойлап шықтым. Жұбайым да оны сезген болса керек. Қымбаттым, ертең ол кісі мен психолог сөйлесіп көрер мүмкін деді. Алайда ол кісіге тек өз бала-шағасы ғана көмектесетін ішім сезген еді. Ертесіне азанымен ерте тұрып, ол кісіні өз көзімен көргенше асықтым. Неге екенім белгісіз, оның жанын түсінгім келіп тұрды. Жұбайым да мен бірге баратынын айтып көлікке мінді. Қарттар үйіне кіргенде әуелі өзіме жақын тұрып кеткен қария бар. Оған емес, тікелей кешегі айтқан кісіге жөнелдім. Ол кісінің бөлмесіне жақындаған сайын жүрегім аузыма тығылып барады. Қобалжып өз-өзімнен маңдайымнан тер шығып кетті. Есікті ашып қалдым. Дәл терезенің алдында ол да маған бұрылып қарай қалды.
көзінен шыққан ыстық сағыныш жасыма білмедім ырши түсті. Жұбайым маған қарап, қымбаттым, сенде бәрі дұрыс па? Деп сұрап жатыр. Менің алқымым қысылып, самай шашы ағарған, әжімдерінен көзі ғана қалған кейуананың алдына басымды иіп отыра кеттім. Осыншама жылдар өтіпті ғой, адаммен адам кездесетініне көзім жетті деген кейуана тілі қатты да шашымнан сипап басымды көтерді. Я, бұл кейуана 20 жыл бұрын қақаған суыққа қарамай ауырған баласын шанамен сүйреп, балам аман қалсын деп жан ұшырып, қайырып сынған аяғына қарамай баласын дәрігерге алып келе жатқан ана. Айнымай танымдым, оның алдында басында емеске болмас сірә. Өмір, ай, не деген қатал едің, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген құп рас екен-ау. Жұбайым да қуанып кетті де оны құшақтап алды. Ешкімге жақ ашпаған кейуана осы жолы біздің алдымызда бар сырын бүкпесіз айтып берді. Жағдай бұлай орын алған екен. Кейуана есін жиғанда ауруханаға жеткенін түсініп, балам, ұлымның халі қалай деген көзін аша сала, жатыңыз, сізге қазір тұруға болмайды деп мейірбике оны жатқызуға әлек. Ал кейуана ұлының амандығын өз көзімен көрмейінше жаны жай таппай, мейірбике шығысымен ақ орнынан ұрланып таяғына сүйеніп ұлын іздей бастайды. Әр палатаның есігін ашып жүріп, іздеп, әйтеуір ұлының палатасына да келіп, жатқан ұлын құшақтап мейірлене иіскейді. Ұлы да, апау, сіз келдіңіз бе? Сіздің аяғыңызға не болған? Неге таяқ сүйреп алғансыз? Біз қайдамыз деп сұрақ астына алып, анасының қолынан тастай ұстап дірдектеп тұр. Анасы оны барынша жұбатуға тырысып, ұлым, қорықпа, менің аяғыма дәнене де болмады. Біз ауруханаға келдік. Сенің ыстығын қатты көтеріліп кетті. Үйде дәрі-дәрмек жоқ болғандықтан мен сені осында алып келдім деген анасы ұлының басынан сипады. Ұлының дәрігерден қорқатыны тағы бар. Апау, бұл жерден кетейікші, ертерек, менің бұл жерде қалғым келмейді. Үйге барсақ жазылып кетеді. Мен сізге көмектесемін. Ләзар болмаймын. Өтініш, тезірек кетейікші бұл жерден. Мен қорқамын деп анасын құшақтады. Ұлының үрейленген жанарын көрген ана оған қайтамыз деп уәде беріп қояды. Осы кезде дәрігер де кіріп келді. Сіздің бұл не істегеніңіз? Сізге мүлдем қимылдауға болмайды. Жатыңыз орныңызға, дейді. Қадірменді алтын босаға тыңдарманы, сіздер Қарлығаш Сүлеймен қызының қадірі кеткен қарт ана әңгімесі ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жалғасын сіздерге айтып беремін.